Қайырлы күн баршаңызға, есімім Ардақ. Ұлт қазына жобасына кәсіпкер профориентатор ретінде тіркелдім. Универге түскен кезде уже саудамен айналыса бастадым. Алғашқы уақытында Дубайға барып жүрдік, Араб әмірлігінен біраз заттар әкелдім. Онымен де саудамен бастадық. Одан Россиядан әкеліп сауда жасадық. 19-20 жылдары біз ковидтің кезінде онлайн платформалар жасап, ұбт-ға балаларды дайындаумен кәсіп бастағалы болғанбыз. Бірақ ол кәсіп бізде жай-жайдан социальный бір проектқа айналып кетті. Мысалға, универ бітіруге болады, неше түрлі коучтарды бітіруге болады. Бірақ өмірде алған тәжірибе, басында соғып үйренген тәжірибе, ол ең қымбат тәжірибенің бірі. Қайырлы күн баршаңызға, есімім Ардақ. Жасым 36-та, Қарағанды қаласының тумасымын. Ұлт қазына жобасына кәсіпкер профориентатор ретінде тіркелдім. Осы жобада біз 3 ауылға барып келдік. Оның ішінде Матақ деген өзімнің кіші кезімде, жас кезімде жайлауында мал баққан, қой баққан жерім еді. Сондықтан өте күшті жобалардың бірі деп есептеймін. Ал енді өзім туралы айта кетсем, жаңағы айтып кеткендей 36 жастамын. Мектептен бері кәсіппен айналысып келе жатырмын. Енді басында ол жай ғана күнделікті 5-10 теңге табу болды. Бара-бара ол бір үлкен кәсіптерге айналды. Енді өзім туралы мектеп уақытынан айтатын болсам, қалада туғанмен мектепке дейін мен ауылда жастық шағымды өткіздім. Менің ойымша ол ең бір жақсы сәттердің бірі. Әсіресе қаланың баласы ауылда шынығып, қазақша сөйлеп үйрену деген заттарға маған өте үлкен ықпалын тигізді деп есептеймін. Өйткені біздің кезімізде 96-97 жылдар мектепке барғанда, мектепте былай қарасаңыз қазақ мектебі болғанмен қазақ тілінде ғана қазақша сөйлеген шығармыз. Қалған бүкіл жерде орысша сөйледік. Қоңырауда да орысша сөйледік, балалармен де орысша сөйледік. Яғни былай көшеде, районда дейін бұл жерде де орысша сөйледік. Сондықтан менің көптеген сыныптасым, достарым қазақ болғанмен орыс тілді, орысша ойлайтын адамдар болып шықты. Ал мен сияқты жаңағы осы ауылда өскен балалар қазақша ойлап, жақсы екі тілді меңгеріп қалдық. Енді бірінші мен 9 класста 39-ды оқыдым. Енді жаңағы әке-шешеміз оқы дегенше жақсы оқыдық. Одан кішкене көшен жолмен кетіп қалған бала едім. Былай қарасаңыздар, 9 класста сол мектепте бір ыңғайсыз жағдай болды да, басқа мектепке ауыстым в общем. Үштөбе мектебінде оқып, 9-10-11-ді Үштөбе мектебінде оқыдым. Енді араларыңызда жақсы оқитындар бар, жақсы оқығандар бар, жаман оқитындар бар дейді енді. Әйтеуір келетқан балалар да бар шығар араларыңызда. Енді мен де сол қатардан болдым. Мұғалімдер 2 қоймайтын маған, 3 қоятын. 2-ші классқа қалып қояды деп. Сол қалмау үшін 3-төрін қойып беретін. Бірақ математика болсын, биология деген сабақтар болсын, мен жақсы оқыдым. Математикада мысалға 4-5-ке оқыдым деуге болады. Биологиядан да солай. Кейбір сабақтар, ұнайтын сабақтарын жақсы оқыдым да, көп сабақтарға қатыса қойған жоқпын, шыны керек. Бірақ енді мектепте жақсы оқымасам да, кәсіппен айналысу бір нәрсе, ділдарлық дейма, алып сатарлық дейма, ол қолымнан жақсы келді. Универге түскен кезде тікелей уже саудамен айналыса бастадым. Алғашқы уақытында Дубайға барып жүрдік, Араб әмірлігінен біраз заттар әкелдім. Онымен де саудамен бастадық. Одан Россиядан әкеліп сауда жасадық. Сөйтіп айналып жүрдік. Студенттік уақыттарда ең алғашқы госзакуппен айналыса бастадым. Ол кезде үлкен маржинальный бұл сектор болатын. Товар саттық, ручка саттық дегендей. Сосын бұл жақта маған оқу керек болды. Өзім туысқаным, нағашым, соның қолында жұмыс істедім. Әкімшілікпен сөйлесу, документ жасау деген заттарды үйрене бастадым.
былай қарасаңыз көшеде ғана сөз емес, әкімшілікпен, олардың мемлекеттік тілмен деген сияқты заттарды сол кезде үйрене бастадым. Әрі қаратай енді әртүрлі кәсіппен алыстық, бара үйлендім, енді отбасылы болдым дегендей. Одан кейін уже үлкен бір дұрыс заттармен айналысу керек болды. Біраз айтқанда, қазақша айтқанда, былай ақыл ес қонып, жаңағындай уже отбасынды, үйінді, жаңағы саған қарап тұрған адамдарды алып кететіндей жағдай керек болды. Мен негізі достармен қосылып бір IT компаниясын бастадық біз. Бұл жерде өзіміздің нәпақамыз таптық. Бұл жерде менің ойымша бір үлкен бір өзім үшін бір үлкен жетістіктерге жеттім. Ең алғашқы бір 16-17 жылдары біз WorkUp деген проект бастадық. Оған Қарағандыдан ағаларымыз инвестор болып кірді. Ол кішігірім проект, негізі Найми.kz тәрізді. Бара ол КСК болды, мемлекеттік КСК секторын цифрландыру жағына біз бет бұрдық. Бара бізде Ешанрақ деген проект алды өзіне. Ол кезде есім қалдым, Шқарупа фамилиясы, Қарағандыда зам әкім болды. Одан кейін министерствода сол кісі жұмыс істеді. Біз сол кісімен барып, жаңағы Ешанрақ деген проектті кіргізіп, жаңағы КСК-сын жасай бастадық. Бұл бір проектіміз болды, бір өмірдегі бір этап болды. 18-19 жылдары год цифровизация дейді, жаңағы цифровизация жылы болды. Сол жылдары біз Қарағандыда цифровизацияға концепция жазып, алғашқы хакатондар жасап, осы IT секторын дамыта бастадық. Сол кезде ORC-лар бар емес, қазір Global City Қарағандыдағы, соларға проекттер жасадық. Снабжение жағынан, хорикаға, ресторандарға тамақ апару жағынан сондай бір проекттер бастадық. Қазір де сол IT секторында жастарға бір үлкен портал жасап жатырық. Онымен қатар искусственный интеллект, жасанды интеллект байланысты тағы да бір-екі проекттер жасап жатырық. Енді осыған қоса, жаңағы басын айтып кеткендей, профориентация дедім. 19-20 жылдары біз ковидтің кезінде онлайн платформалар жасап, ұбт-ға балаларды дайындаумен кәсіп бастағалы болғанбыз. Бірақ ол кәсіп бізде жай-жайдан социальный бір проектқа айналып кетті. Осы жерден бізде жеке қорымыз ашып, Самғау Қазақстан деп, ауылдық аймақтық балаларды ұбт-ға тегін дайындаумен сол тегін дайындауға бет бұрдық. Енді сол бір қысқа арада бір 15 мыңға жуық баланы ұбт-ға дайындадық. Оның ішінде жаңағы профориентациямен айналысатындай, профориентацияны оқып, сонымен бір 800 ба, одан жоғары, одан төмен бір примерно сондай баланы жаңағы профориентацияға оқытып, мамандығын табуға көмектестім. Енді өзім туралы айта кетсек, жаңағы бұл мысалға мен қатты оқымаған салдарынан, бірақ басқа заттар менде көбірек дами бастады. Ол адаммен сөйлесу дегендей, алдын ала дұрыстап жоспарлап ойлану, кризистік моменттарды ойлану дегендей, сосын бір нәрсеге бел буу деген сияқты, сосын жаңағы ойлаған ойына, жаратқан неден сұраған затына жаңағы өзін бетіп шайып тастамау деген сияқты, ойлаған затына соған жету деген сияқты заттарды мен енді жақсы меңгердім деп есептеймін. Өйткені мысалға универ бітіруге болады, неше түрлі коучтарды бітіруге болады, бірақ өмірде алған тәжірибе, өмірде басынды соғып үйренген тәжірибе, бұл ең қымбат тәжірибенің бірі. Орыстарда бар ғой, мынандай сөз, дурак учится на своих ошибках, умный учится на чужих ошибках дейді ғой, шатыспасам. Енді бұл жерде мен кішкене ақмақтау болғаннан көп жерде өзім үйреніп, өзім соғып тәжірибе алдым.
Осы бірақ бұл өзің үйренген тәжірибе өмірде өте үлкен орны бар. Жаңағы өмірдің қыр-сырына жаңағындай төзіп бере алатындай жаратқан иенің саған деген беретін өзің сұранысың бойынша саған беретін ақпарат бойынша жаңағы керек заттарды ала білу деген сияқты ол сенің жаңағы жүре алған опыттарың. Енді қазір мысалға сіздер мектеп оқисыздар ма, студентсіздер ме, әлде универ бітіріп бір маман дейсіздер ма, кәсіпкерсіздер ма, әртүрлі бір аудитория болуы мүмкін ғой. Мысалға жік-жікке бөлетін болсақ, мектеп оқитын балаларға айтарым, бұл жерде өзінің қолынан келетін мамандықтар бар ғой, жаңағы сабақтарың бар. Өзіне ұнайтын соның жолымен қуып, универ ма, әлде басқа жер ма, соның ең бір шыңдарына қарай жетуге ұмтылу керек. Ол үшін сен, допустим, декомпозиция деген бар. Осы нәрсесін жаңағы мен осы биология, математика ма, физика ма, информатика ма, осы мен максимально қайда дейін жете аламын, қандай мамандық болады, бұның жалақысы қандай болады, қандай компанияларда жұмыс істеуге болады, вот соны біліп алу керек. Екіншіден, осы мамандыққа тура дайындайтын қандай оқу орны бар, колледж ба, универ ма, вообще разница жоқ. Ол жер шынайы дайындай ала ма, әлде жай ғана диплом бере ма, соны түсіну керек. Үшіншісі, мектеп кезінде сіздер ұбт тапсырып болған барасыздар ма, әлде олимпиадалар арқылы барасыздар ма, әлде бұның бәрі керегі жоқ, колледжға барып қана түсіп әрі қаратай барасыздар ма, соны түсіну керек. Былай қарасаңыз, дорожный карта дейді ғой өзіңіздің, сол керек. Ал енді универға түссеңіз, енді былай қарасаңыз, екі жақта болуы мүмкін. Универға сіз жай ғана грантқа лебесе біреу айтты деп түсе салған мамандықтарыңыз ба? Бірақ өзіңізге ол тақияңызға тар ұнамайтын болса, бірінші, екінші курс болса, бәлкім тоқтап басқасына түсіресіз. Оны ойлаңыз, уақыттарыңыз жоғалтылмай. Не болмаса, жаңағы оқушыға айтқандай, максимально сол мамандық бойынша сіз қандай дәрежеге жете аласыз, қандай компанияда жұмыс істей аласыз, қандай зарплатасы болады, сол мамандыққа жаңағы тура апаратын универіңіз немесе колледжіңіз сол тура келе ма, соны білуіңіз керексіз. Ол тура келмесе, онда бәлкім сіз әлі универларыңызды ауыстыра аласыз. Соны да қарап көріңіз. Енді универ бітіріп, мамандықты алып, бәлкім сіз уже жаңағы 3 жыл отработкаңызды жасап, мен мамандығым емес, маған ұнамайды десеңіз, енді кішкене қиындау бұл жерде. Бірақ не дегенмен сізде диплом бар. Мемлекеттік структураға, әлде басқа да бір компанияларға жоғары білім бар адамдар керек әлбетте. Өйткені сіз жақсы сөйлей алатын шығарсыз, жақсы жаза алатын шығарсыз, Excel, Word деген программаларды білетін шығарсыз, басқа да BI деген программаларды білетін шығарсыз, ағылшын, шетел тілдерін білетін шығарсыз. Осы қандай сіздерде hard skill'дар бар, соны ойластырып, сол hard skill'дарды қалай күшейтіп, әрі қаратай сіз өзіңізге ұнайтын мамандықты қалай қысқа арада жаңағы доп образование ретінде ала аласыз. Соны ойластырып көріңіз. Бірақ барлықтарыңызға айтатын зат мынандай. Қазіргі уақытта бұрынғыша андай жоқ, біздің әке-шешеміз айтқандай, бір мамандық бүкіл өмірімізге деген. Негізінен мамандықты 5-6 жылда қазір тез ауыстырып жатыр елдер. Сондықтан андай мамандық табу керек те, түбі бір мамандық, жаңағы IT-ге бір түбі. Сосын ол фронтенщик бола ма, ол ертең дизайнер бола ма, ол ертең искусственный интеллектпен жұмыс істей ала ма, промпттармен. Сондай жақтарын түсіну керек. Өйткені мысалға сіз мұғалім болып тұрып, ертең производствоға бару енді кішкене қиындау болады деген сияқты. Сол мұғалім болып тұрып, сол мұғалімдікқа жақын жерлер, немесе производство болып, сол производствоға жақын жерлерге көшсеңіздер, әлбетте жеңіл. Бірақ неде болса да ғұмырыңыздың аяғына дейін оқып, үйреніп кете бересіз. Өйткені қазіргі таңда біздің оққан, алған біліміміз 1-2 жылдың ішінде, 5 жылдың ішінде ол не жойылады, не трансформацияға ұшырайды. 90% мамандықтар трансформацияға ұшырайды. Сондықтан нарықта конкурентно способный болу үшін сіз
күнделікті оқи беруіміз керекпіз. Енді осымен тамамдайық.